Ал Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында Өскемендегі облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасының аумағы қоқыстан тазартылды. Кітапхана қызметкерлері оқырмандармен бірге ағаш көшеттерінде отырғызды. Кітапхана ұжымы ұйымдастырған шараға мектеп оқушылары мен студенттер, қала тұрғындары, оқырмандар қатысты. Шара барысында жер біздің ортақ үйіміз атты танымдық интерактивті ойын өтті. Қоршаған ортаны қорғауды үндейтін кітап көрмесі ұйымдастырылды. Республика бойынша Таза Қазақстан экологиялық акция 5 апта аралығында жүріп жатыр. Әр аптаның өзінің нақты бір тақырыбы мен мақсаты бар. Осы апта өздеріңізге белгілі жасыл аймақ апталығы. Соған байланысты Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы өзінің іс-шарасын ұйымдастырып, аулада көшеттер отырғызып жатырмыз. Және де экологияға байланысты кітап көрме ұйымдастырдық. Сонымен қатар жер-анай табиғат аясы атты танымдық ойындар оқырмандармен бірге жүріп жатыр. Осы Таза Қазақстан акциясы жыл көлемінде кітапханамызда мәдени шара ретінде аталып өтеді. Акция аясында 30-дан астам көшет отырғызылды. Кітапхана қызметкерлері игі шараны жыл сайын өткізуді көздеп отыр. Сегодняшний день посвящен посадке. Экологиялық акция аясында шыршамен қатар үйеңкі мен аршаның бірнеше түрін отырғыздық. Бұл көшеттер қаланың экожүйесіне оң әсер етеді деген ойдамыз. Экологиялық акцияға кітапхананың белсенді оқырмандары мен жас табиғат жанашырлары белсенді қатысты. Осы Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы біздің кітап сүйер қауымның қара шаңырағы ретінде деп айтсам да болады. Жалпы осындай табиғат пен жастардың арасындағы байланысты күшейтетін жобаларға біз белсене білек сыбанақ атсалысып жатқанымыздың қатты қуаныштымыз. Осы өзіміз үшін орны бөлек ғимараттың айналасын көгалдандырып, бүгін көшеттер отырғызып жатқанымыз үшін де біз бұл жұмысты аса мақтаныш тұтамыз. Және оңтүстік өңірден осы шығыс өлкемізге келіп оқып жатқан студент ретінде бұл өңірдің табиғатымен етене енді ғана жақын танысып жатырмын. Қаламыздың табиғаты шынымен де көз тартпай қоймайды. Және осы сынды мемлекеттік бағдарламалар жастардың экомәдениетін арттырып, патриоттық сезімін одан әрі күшейтеді деген сенімдемін. Менің барлық балаларым осы кітапханадан үлгі өнеге алып келе жатыр. Себебі демалыс күндері сурет үйірмесіне және би үйірмесіне күнделікті келіп отырады. Сондықтан біз осы кітапхана үйірмесінде бол жатқан барлық үйірмелерге қуана қызыға келеміз. Таза Қазақстан атты республикалық акциясына да өз үлесімізді қосу мақсатында бүгін осы шараға, үлкен ауқымды шараға келіп отырған мақсатымыз бар. Шығыс Қазақстан облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасының тұрақты әлі белсенді оқырманымын. Біз осы Шығыс Қазақстан облысының ең үлкен, ең ауқымды кітапханалардың бірінде оқырман жастар клубы ұйымын ашылып, осы жерде жиі кітаптар талқылап отырамыз. Таза Қазақстан акциясының аясында көшет отырғызу рәсімі жоғары деңгейде өтіп жатыр. Бұл біздің еліміздің өркендеуі мен жас ұрпақтың дамуында үлкен орасан зор орын алады. Жалпы бүгін егізіліп жатқан көшеттер ертең алаш баласына сая болады деп ойлаймыз. Сіздерді біздің қатарымыздан көргіміз келеді. Таза ел біздің ортақ мақсатымыз. Таза Қазақстан акциясы қоршаған ортаға деген жанашырлық пен ұқыптылықты қалыптастыруды көздейді. Табиғатқа деген сүйіспеншілік дәл осындай игі істерден бастау алады. Дидар Ерболатқызы, Нұртас Қайролдаев, Елнұр Нұрайқанов, Алтай ақпарат.